Достар, телефон арқалы енді біздер архивқа түскен тауарлар болады. Архивқа түсіп қалады тауарлар, соларды қалай архивтан шығарамыз? Например, 10-15 күннен, бір аптадан кейде архивқа түсіп қалады тауарлар. Соны қалай архивтан шығарамыз? Оның үшін личный кабинетке кіреміз, браузерден парольді бір басамыз. Парольді бір басып жібереміз, қате басыппын, Енді ішіне кіреміз. Чота тауарлар аз да, мына жерге басып қарасақ, міне, например, тауарлар аз. Мысалға, 146 тауар опубликовано болып тұрды. Енді қалғаны қайға кетті деген уақытты біздер мына жерден фильтр деген жерді бір басып қоямыз үстінен. Бір бассақ, асты жағында менюлар шығады. Архив дегенге уже, міне архив дегенге бір басып жібереміз. Архивқа бір басқаннан кейін архивта жатқан тауарлар бар, міне. Бұлар наличие бар бізде, белгілейміз наличие барларына. Міне, осы тауарлар наличие бар. Не үшін архивқа тастап тастайды бұларды? Өйткені кейбір адамдар қосады да болды, жұмыс істемейді. Соның үшін жаңартып отырады. Клиенттерге ыңғайсыз болып қалмау үшін сөйтіп отырады әдейі. Бір аптадан, 10 күннен, бір айда 3 рет болып тұрады бұл. Міне, осылай белгілегеннен соң мына жерге выставить на продажуны басамыз, міне, сол жағында выставить на продажу. Бастық. Болды. Енді мына жерде қазір құм сағаттың несі шығу керек, айланып тұратындай. Міне, құм мына ненің жанында, қарандаштың міне ағында уже кетіп жатыр, загрузка болып жатыр деп жатыр. Екінші страницасына өтетін болсақ, қазір мына жерден басып жібереміз. Жалпы осылай архивтан шығару, достар. Осылай болады жалпы. Сонымен, достар, сабақты тамамдаймын.